Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Балжан. Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханға арналған керемет іске басардың рецептімен бөлісетін боламын. Ал кеттік. Ең басты бізге керегі батон, соленый огурцы, колбаса, чечил және плавленый сыр бізге керек болады. Сливочный алғандарыңыз дұрыс. Ал ең алдымен сырымызды ашып, дайындап аламыз өзімізге ыңғайлы болу үшін. Енді келесі кезекте батондарымызды аламыз. Батонның үстіне жаңағы плавленый сырды жақсылап жағып аламыз бірінші кезекте. Осылайына жағып дайындап аламыз. Барлық батондарымызға сыр жағатын боламыз. Оның үстіне соленый огурцелерімізді саламыз. Соленый огурцелерді осылай алдын ала турап алып қойыңыздар. Келесі кезекте жаңағы жұқа етіп кесілген колбасаларымыздан бантик жасайтын боламыз. Ол бантикті біз чечил сырымен байлайтын боламыз. Немесе сіздер пияздың жаңағы жасыл сабағымен байласаңыздар да болады, егер үйлеріңізде сондай болатын болса. Мінекей, қараңыздар, чечилмен өте әдемі көрінеді бантик. Бантигімізді жаңағы соленый огурцы, батон, сыр қосылған дайын тіске басарымыздың үстіне қоятын боламыз. Сонымен әп-әдемі тіске басарымыз дайын болды. Бұл тіске басардың ерекшелігі осы бетіндегі бантигінде. Айта кететін жайт, колбасаны егер кескен кезде жуан қып кеспеңіздер. Жуан қып кесетін болсаңыздар, бантикті жасау қиын болады. Сондықтан жіңішке етіп кессеңіздер, өздеріңізге бантик жасау ыңғайлы болады. Мінекей, тағы да көрсетіп жатырмын, қалай жасау керек екендігін, қалай байлау керек екендігін мұқият қарасаңыздар болады. Өте тез, оңай жасалынады. Жаңа жылға міндетті түрде бұл тіске басарды жасап көріңіздер. Біздің осылай тіске басарлардың барлығын дайындап алдық. Мінекей, қараңыздар, тамаша керемет тіске басар болды. Менімен бірге соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар.